Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін бізде дәмді әрі қытырлап тұратын орамжапырақты қызылшамен бірге маринаға ететін боламыз. Ең әуелі үлкен дана орамжапырақты алып, бөліктерге бөліп, 4 бұрыштап кесіп аламыз. Бұл салаттың жасалуы өте оңай және де үй жағдайындағы барлық қолжетімді көкөністер. Енді біздер 3 дана қызылшаны кесіп алатын боламыз. Каналға тіркеліп, келесі видеоны жіберіп алмас үшін қоңырау белгісін басып қойыңыз. Енді біздер 2 дана сәбізді дөңгелек қылып кесіп шығамыз. Әрі қарай біздер бұған құятын суын дайындаймыз. Бұл жерде мен 1 литр суға 2 ас қасық қант және де 5 қасық тұз салып, 100 грамм сұйық май қосып, суын қайнататын боламыз. Суымыз қайнағанша енді біздер үлкен ыдысымызға көкөністерімізді орналастырамыз кезекпен. Ең әуелі қызылшаны астына, одан кейін үстіне орамжапырақтарды арасын ашып саламыз. Әрі қарай сәбіз саламыз. Және де ірі қара бұрыш, жұпар бұрыш, яғни душистый перец қосамыз болған. Лавр жапырағын саламыз. Кезектестіріп, барлық көкөністерді осылай салып аламыз. Суымыз қайнады. Енді бұл жерге мен 2 ас қасық уксус құйдым, 70%. Енді бұны салаттың үстіне құйып, бетін тарелкамен бастырып, ауыр затпен қоядырамыз. Бұл салатымыз 2 күнде тұрады, араластырып қоямыз. Кейін дайын болғаннан кейін салқын жерге сақтап қолдана береміз.